Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Халық тағы бір рет алданды. Бұрын біз қолдайтын Малсұғын Заитов, ақыры Тоқаевтың адамы екенін мойындап, оған дәл сахнада бұтын жалап берді. Енді ешкімге сене алмайтын болдық. Достар, комментарийге кімге сенетіндеріңізді жазыңыз. Егер тек Джакишев, Аблязовтарға сенетін болсаңыз, лайк қойыңыз. Ал енді бастайық. Тоқаев Назарбаевты үнемі сынап жүрген ақын Ринат Заитовты марапаттады. Бүгін 22 қазанда Қасым-Жомарт Тоқаев Заитовты құрмет орденімен марапаттады. Ринат Заитов үнемі өзекті мәселелерді көтеріп, осылайша жұртшылықтың ыстық ықыласына бөленіп жүрген суырып салма ақын. Заитов талай рет айтыстағы цензураға қарсы шығып, билікті сынайтын сөздің бір бөлігі телеарналардың эфирінен үзіліп, ақындарды күлкіге айналдыратынын айыптады. Заитовқа биліктің реакциясы. Жақында айтыскер осыдан 3 жыл бұрын Шығыс Қазақстан облысының Ақсуат ауылына келгісі келгенін, бірақ полицейлер іздеп жатыр деп келмеуге кеңес бергенін айтты. Сайлау науқаны кезінде Заитов президенттікке кандидат Әміржан Қосановтың сенімді адамы болды. Қосанов жеңілгенін мойындағаннан кейін ақын алданғанын айтады. Тізерлеп отырып, халықтың үмітін ақтамаған үшін кешірім сұрады. Мен де алданып қалдым. Сіз де алданып қалдыңыз. Біз біріктік, енді бірігуіміз керек. Мен шетелге шығып, ол жақтан митингке шығуға шақырмаймын. Ертеңнен бастап партия құру ісін қолға алып, барлық заңдарды зерттеп, әрі қарай қалай жүретінімізді нақты айтамын. Маған олар мені ұстауы мүмкін екенін әлдеқашан ескертті. Бәріміз қорқатын болсақ, жағдайымыз не болма, деді айтыскер Алматы Арена спорт кешенінде әріптестерінің алдындағы сөзінде. Осы сөзден кейін ақ Заитовтың сөзін полиция бұзып, жиналғандар, оның ішінде ақынның өзі де ұсталды. Көп ұзамай полиция бөліміне бірнеше жүз адам жиналып, ақынды босатуды талап етті. Халықты жұбату үшін Заитовпен бірге түсірілген видео жарияланды. Онда ол қазірдің өзінде үйінде екенін айтып, қарулас достарын тарап кетуге шақырды. Алайда наразылар Алматыда түні бойы жаппай шеру ұйымдастырды. Олар Заитовтың қауіпсіздігіне көз жеткізгенше тараудан бас тартты. Соның нәтижесінде ақын жұртшылыққа келіп, оларды үйлеріне қайтуға көндірді. Қаржы мониторингі агенттігінің хабарлауынша, Алматының экономикалық тергеу департаменті Болат Назарбаев пен оның бұрынғы әйелі Майра Құрманғалиеваға қатысты Каруан іс-ін рейдерлік жолмен басып алу фактісі бойынша тергеу бастады. Елбасының ағасы мен келініне қатысты арызды Марганец барлау және өндіру кәсіпорнының бұрынғы ортақ иелерінің бірі Нұрша Кәкенов жазған. Қыр энергетика және минералдық ресурстар министрлігі ауыр өнеркәсіп департаментінің экс-директоры оның шығыны $150 миллион құрағанын айтты. 2004 жылдың қазан айында Руслан Амельченко Маңғыстау облысындағы Айткөкше кен орнында марганецті барлау және өндіру бойынша компания құрды. 1,5 жылдан кейін, 2006 жылдың қаңтарында марганец өндіруші кәсіпорынға жаңа құрылтайшылар Яков Табачник, Сергей Бычков және Нұрша Кәкенов келді. Бірақ жарты жылдан кейін компания елбасының інісі Болат Назарбаевқа кетті. Актив көпке дейін Назарбаевтың қолында болған жоқ. 2008 жылдың 13 ақпанында ШІС 2 жаңа құрылтайшы мен директорға берілді. Жалпы елбасының інісі Қаруанға 1,5 жылдан астам уақыт иелік етті. Басшы креслосына Владислав Быков отырды. Ал Орталық Азия инвестициялық консалтингтік компаниясы мен Алмакс ұлт қожайындары болды. Ал егер екінші компания жойылған болса, онда біріншісі туралы толығырақ айтып кеткен жөн. Марганец өндіруші кәсіпорынды сатып алған кезде, Орталық Азия инвестициялық консалтингтік компаниясы заңды және жеке тұлғалардың меншігінде болды. Алмакс Плаз ұйымы Тимур мен Динара Құлыбаевқа тең құқылы. Еркін Әбішев, Алмакс Холдинг Group, ақ заң департаментінің экс-директоры. Марат Мұхамбетов, басқарма төрағасының халықаралық істер жөніндегі экс-орынбасары. Қазақстан Халық банкі, ақ Халық банкі, Цесна банк, ақ басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары және басқарма мүшесі. Серік Святов, Naxos University, ақ директорлар кеңесінің төрағасы. Болат Сиятов, Ақсу ферроқорытпа зауытының бұрынғы директоры және Таукен Самұрық ұлттық таукен өндіру компаниясының басқарма төрағасының бұрынғы төрағасы. Қазір Орталық Азия инвестициялық консалтингтік компаниясы Fincraft Resources акционерлік қоғамының еншілес кәсіпорны болып табылады. Тағы бір құрылтайшы Диас Кенжубулатов, ол бір мезгілде директор қызметін атқарады. 2012 жылдың қаңтарында Каруан ШІС басшысы ауысты. Олар Дәуренбек Тәліпов болды. Ал 1-2 жылдан кейін құрылтайшысы өзгерді. Орталық Азия инвестициялық консалтингтік компаниясының орнына Кеңес Рақышев пен оның кәсіпорны Сәкка Netherlands марганец өндіруші кәсіпорынды басып ала бастады.
Бірақ 2014 жылдың қыркүйегінде Орталық Азия инвестициялық консалтингтік компаниясы қайтадан Каруан иесі болды. Ол кезде ол SAT компания арқылы Рақышевке және бұрын Досжан темір жолы ақ директорлар кеңесінің мүшесі болған Нұржан Махановқа тиесілі болды. 2016 жылдың наурыз айында Elmax ГБ жабылған болатын және енді оның иесі бола алмайды. Осы уақытқа дейін директор креслосына Диас Кенжубулатов отырды. Ол Каруан іші таратылғанға дейін басшылық етті. 2016 жылдың 28 қазанында Fincraft Resources акционерлік қоғамы жаңа құрылтайшы болды. Оның 98 кеңес Рақышевқа тиесілі. Қалған үлес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қолында. 2021 жылдың қыркүйегінде Каруан өз қызметін тоқтатты. 2017 жылдан бері кәсіпорын 1 теңге салық төлемеген. Марганец өндіру тиімді кәсіп емес деп айтуға болмайды. Барлық металдың 90 дерлік қара металлургияда тұтынылады. Иілгіштігін, беріктігін және тозуға төзімділігін арттыру үшін болатқа темір мен қорытпа қосылады. Марганец сонымен қатар мыс пен никельдің қорытпасына қосылады. Ол жоғары қарсылықпен сипатталады. Ол электротехникада сұранысқа ие. Сондықтан Маңғыстау облысындағы кен орнында марганец өндіруге лицензиясы бар кәсіпорынның не себепті таратылғаны белгісіз. Рейдерлерді басып алуды тағы кім жариялады? Алматы Стекло ШС бас директоры Әзім Абдуллаев 2016 жылы шыны зауыты ашылғаннан кейін бірден елбасының інісі Болат Назарбаевпен табыс бөлісуге мәжбүр болғанын айтты. Азим Абдуллаев ағалармен бірге кәсіпорын салған. Жоба құны шамамен $50 миллион құрады. 2022 жылдың сәуірінде ол арнамызға Болат Назарбаевтың ұлы Нұрбол әкесінің үлесін басқа адамға Руслан Шалинге бергенін айтқан. Мамыр айының соңында шыны зауытына жаңа қожайынның өкілдері келді. Жұмыс орындарын қорғау үшін қызметкерлер кәсіпорын ғимаратына кіреберіс жолды жауып тастаған. Азим Абдуллаев рейдерлік тәркілеу фактісі бойынша арыз жазып, Алматы облысының экономикалық сотына Болат Назарбаевпен жасалған мәмілені жарамсыз деп тану туралы талап арыз берді. 25 мамырда Алматы облысы бойынша апелляциялық соттың шағымды қайтару туралы шешімнің күшін жою туралы отырысына Болат Назарбаев пен оның ұлы Нұрболдың өкілі хабарланғанымен келмеді. Данияр Әлпиев Алтын Орда базарын рейдерлердің басып алғанын да хабарлады. 2000 жылдардың басында базар оның әкесі Алтынбек Әлпиевтің меншігінде болған. Ұлының айтуынша 2007 жылы әкесін өлтіріп, базарды басып алып кеткен. Қанды қаңтардан кейін және базардағы көптеген тексерулерден кейін бағаның қымбаттауы, қолжетімділікке шектеу қою, бағаны үйлестіру және басқа да заң бұзушылықтары анықталды. Базар аумағы шынымен де құрылтайшысы, әрі басшысы елбасының інісі Болат Назарбаев болған, құрылыс ШС-не тиесілі болған. Алтын Орданың жаңа қожайыны Данияр Әлпиев атанды. Мамыр айында тағы бір кәсіпкер базарда рейд жүргізетінін хабарлады. Базардың бұрынғы директоры Данияр Әбдіғапаров та президентке жүгініп, жаңа әкімшілікті рейдерлік әрекетке барды деп айыптады. Арнамыздың тілшісі Алтын Орда базарында болып, жаңа басшылықтың жағдайын көрді. Сонымен қатар редакцияның қолында құрылыс ШС акцияларының 95%-ы елордалық дер экс-депутаты Еркебұлан Хамзинге тиесілі екендігі туралы құжаттар бар. Сондай-ақ Алмас Әбдіғапаровтың туыстары Av Construction компаниясының жарғылық капиталының 25%-ын рейдерлік жолмен тартып алғанын хабарлады. Қамауға алынған кәсіпкердің әйелі мен анасы барлығына Болат Назарбаевтың жақын адамдарын, соның ішінде оның туған қызы Құндыз Назарбаевты кінәлап отыр. Алматы қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі жәбірленушілердің арызы бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Тұтқындалған Алмас Әбдіғапаровтың анасы Сәуле Жүнісбекова президент Тоқаевқа жолдаған үндеуінде елбасының інісі Болат Назарбаевты рейдерлік шабуыл жасады деп неліктен күдіктенетінін айтты. Айта кету керек, Сәуле Жүнісбекованың сөзі расталады. Жоғарыда аталған тұлғалардың көпшілігі әр жылдары Av Construction компаниясының негізін қалаушылар болды. Қазір компанияны Рауан Бабаев басқарады. Құрылтайшылар арасында Тимур Танашев, Ерлан Аханов және Дастан Әбіжанов деген 3 адам бар. Бірақ әрқашан олай болған жоқ. 2018 жылдың қаңтарында Рауан Бабаев Әбдіғапаровтың орнына директор болып тағайындалды. Ал сол жылдың қазан айында қожайындар тізімінен ағайынды Қоспаевтар жоғалып кетсе, орнына Ахан Қайыржанов пайда болды. 2019 жылдың тамыз айында Гүлзихан Беймішева да жоғалып кетті. Ал 2021 жылдың 13 мамырында елбасының жиені Құндыз Назарбаева құрылтайшы болуды тоқтатты. Мамырдың 26 күні Ахан Қайыржанов Av Construction'дағы үлесін берген көрінеді. Ұйымға Тимур Танашев қосылды.
Қыркүйек айында Әбдіғапаровтың анасы Сәуле Жүнісбекова тізімнен жоғалып кеткен болатын. Оның орнына Рүстем Асқарбек келді. Бірақ ол көпке дейін кәсіпорынның ортақ иесі болған жоқ. Арада бір ай өтпей-ақ жаңа адам Ерлан Аханов келді. Осылайша тек 2021 жылы Ab Construction негізін қалаушылар 4 рет өзгерді. Parmigiano Group мейрамханалар желісінің басшысы, әрі негізін қалаушы Алмас Әбдіғапаров өткен жазда қамауға алынып, содан бері қамауда отыр. Оған бөтеннің сеніп тапсырылған мүлкін аса ірі мөлшерде ысырап етті немесе жымқырды деген айып тағылып отыр. Қылмыстық іс материалдарына сәйкес, Construction компаниясының директоры Рауан Бабаев, сонымен қатар Әбдіғапаровтың немере інісі кәсіпкерге Исентай Сити құрамындағы жылжымайтын мүлікке ақша алуға сенімхатпен қолхат берген. Элиталық тұрғын үй кешенін салу жобасы. Әбдіғапаров клиент Валерия Рахметжановадан 840 миллион теңге алған, бірақ аударылған қаражаттың жартысы ғана компанияның кассасына түскен. Шымкентте қамауға алынған кәсіпкер Алмас Әбдіғапаровқа тиесілі Stratus Oil жесінің мұнай базасы сатылып жатыр. Бастапқы бағасы 4 миллиард теңге. Аумағы бірнеше гектар болатын мұнай базасы мүлкімен, машиналар, қоймалар, жабдықтар 5 миллиард теңгеге бағаланғанымен, аукцион 4 миллиард теңгеден басталып төмендейді. Сатушы нысанды беруге дайын, ең төменгі баға 2 миллиард теңге.